Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз қолжетімді азық-түлікпен дайындалатын өте пайдалы салат дайындаймыз. Ол үшін бізге пияз қажет болады, қызылша, аскөк және де горох. Ең алдымен пиязымызды турап аламыз. Табамызға май құйып, пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Пиязымыз қуырылып жатқан кезде қызылшамызды ұзынша етіп турап аламыз. Кез келген формада тура берсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ендігі кезекте укропымызды турап аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша горох қосамыз. Пиязымызды қызарғанша қуырып алып, кейін осы пиязды майымен бірге салатымызға қосатын боламыз. Дәміне қарай тұз бұрышын қоссаңыздар болады. Өте оңай әрі пайдалы салат болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жақсылап араластырамыз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, алдағы уақытта көптеген қызықты рецепттер шығатын болады. Дайын болған салатымызды табағымызға саламыз. Назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.